Көп адам оттан қашады, ал олар отқа қарай жүгіреді. Ессіздік пе? Жоқ. Бұл кәсібилік пен қайсарлық. Біз бүгін нағыз ерлердің, тілсіз жаумен күресетін батырлардың бір күнін сүреміз. Мен Асылна Совет, бүгін біз Бескөлдегі өрт сөндіру бөліміндеміз. Бесколь, служба пожаротушения, Старченко Дельмин. Здравствуйте. Где горит? Дабыл соғылған кезде уақыт санаулы. Норматив бойынша жиналуға небәрі 1 минут беріледі. Қазір біз сол санаулы минуттар ішінде көлікке отырып үлгеруіміз керек. Себебі әрбір сәт біреудің өмірі болуы мүмкін. Пожарная часть номер 13 расположена в селе Бесколь Кызылжарского района. Штатная численность у нас 27 человек личного состава. Личный состав у нас задействован практически 24/7, находится на телефоне. Заступает у нас в смену от 5 до 6 человек, которые находятся в течение суток на боевом дежурстве, которые готовы выехать в любую секунду. Биыл ауданда 53 өрт болып, 2 адам ажал құшты. Қайғылы жағдайлардың дені қарапайым сақтық шараларына салғырт қараудан туындаған. Оқиға орнына бара жатқанда қандай сезімде боласыз? Бізге әрбір өртке шыққан кезде әрбір өрттің өз ерекшелігі болады. Біздегі былайша айтқанда хладнокровие дейді. Паникаға берілмеу керек. Әрбір затқа ойланып, өйткені біз жүргізушілер жеке құрамның қауіпсіздігіне жауап береміз, және техникаға. Бұл кино емес, шынайы өмір. Бетке ұрған 1000 градустық ыстық пен тынысы тарылтқан улы түтін. Олар еш қаймықпастан қызыл жалынның ортасына еніп барады. Бұл жерде қорқынышқа орын жоқ. Тек серіктесіне деген шексіз сенім ғана бар. Олар біздің арамыздағы от кешкен үнсіз қаһармандар. Ал бұл кадрлар сол ұлы ерліктің куәсі. Мамандығыңыз бір сөзбен. Шыдамдылық. Братство. Жедел әрекет ету. Батылдық. На связи Казахстан, өзің білесің. На связи Казахстан, өзің білесің. Эти пацаны могут все, когда интересно. Пацаны могут все. Бүгін мен бұл жігіттердің жұмысы қаншалықты ауыр екенін өз мысалымда сезіндім. Олар Бескөлдің тыныш ұйқысының күзетшілері. Сәлем ТВ арнасы үшін арнайы. Мен Асылна Совет және нағыз батырлар.